Барша қазақстандықтар көріп сақ болсын. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып біліңіз келсе арнамызға жазылып, лайк басыңыз. Қазгидромет Қазақстан аумақтарында 2024 жылы 3 мамырда болатын қауіпті метеорологиялық құбылыстарға болжау консультациясын жариялады. Қазақстанның басым бөлігінде атмосфера фронталды өтуімен тұрақсыз ауа райы сақталады. Найзағай мен жаңбыр түнгі сағаттарда еліміздің солтүстігінде жауын-шашын жауады. Тек еліміздің оңтүстік-шығысында, батыстан оңтүстік жекеленген аудандарында жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Республика бойынша желдің күшеюі оңтүстігінде дауыл, оңтүстік-батысында шаңды дауыл, солтүстік-батысы мен солтүстігінде шығысында тұман күтіледі. Түнде солтүстік Қазақстан, Қарағанды, шығыс Қазақстан облыстарының шығысында, Ақмола облысының солтүстік-шығысында 1-6 градус үсік күтіледі. Маңғыстау облысының басым бөлігінде, Атырау облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде, Қызылорда, Қарағанды облыстарының батысында, оңтүстігінде, орталығында, Түркістан облысының солтүстігінде, оңтүстік-батысында, Абай, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, Ұлытау облысының шығысында, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Видеомыз кеңінен таралып, барша қазақстандықтарға хабардар болу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Біз бақылауды жалғастырыңыз.